Аян барнасының көрермені бүгін 21 қыркүйек 2022 жыл. Өздеріңіз білетіндей, бүгін бүкіл бұқаралық ақпарат құралдарының ең басты жаңалығы Ресейде Владимир Путиннің президенттің жалпы ішінара мобилизация жариялауы басты жаңалық болды десек те болады. Негіз мобилизация дегеніміз не? Яғни Ресейдегі кезінде әскери қызметте болған, әскерде болған запастағы жігіттер кәдімгі өзіміз сияқты. Олар соғысқа барады деген сөз. Алдын ала ақпарат бойынша бұл санаттағы 300 000 адамды Ресей билігі соғысқа тартқалы отыр. Әрине бұл жағдай қазірдің өзінде Ресейдің ішінде наразылықтарды туғызып жатыр деген әңгіме бар. Бағана ғана бір ақпаратты көріп қалдым. Ресейден, Мәскеуден Қазақстанға, Ташкентке, Астанаға, Алматыға ұшатын ұшақ билеттерінің құны тіпті 8 миллион теңгеге дейін қымбаттап кеткен екен. Көрдіңіз бе? Сондықтан Ресейдің өз халқы мысалы соғысқа барып, осы Путиннің саяси амбициясын қанағаттандырып, мысалы өзін жандарын оққа байлағысы келмейді. Жарайды, ол тақырыпты айта беруге болады. Біз бұл шығарылымда не үшін жасап отырмыз? Біз бүгін депутаттардан сұрап көрдік. Осы Ресейдегі жаппай емес ішінара жұмылдырудың Қазақстанға қаншалықты әсері бар? Қазақстан билігі нені ескеру керек? Күнертең тағы Ресейден қашып пысқандардың бәрі Қазақстанды паналап кетпей ме? Біздің экономикамызға жалпы Ресейдің осы радикалды саясаты қаншалықты әсер етеді? Міне осы сұрақтарды біз депутаттардан сұрап көрдік. Көршінің үйі өртеніп жатса, ол жақсылық емес қой. Экономикалық, мысалы үшін кешегі бір күннің ішіндегі Госдуманың қабылданған шешімі Ресейдің биржасын 1 триллион рубльге әлсіретті. Біз енді қарап отырсаңыз, бір кейденді одақтамыз, одан түсетін қаражат бізге де түсетін, басқа деген сияқты. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жаңа әріптестеріміз қойып жатыр. Мынау ертең, мысалы үшін осы заң қол қойылғаннан кейін Ресейдегі шынымен де мобилизация басталатын болса, резервке жарамды дейтін азаматтар жан-жаққа бытырап қашуы мүмкін. Бұл тағы да бізге тікелей әсер етеді. Шекараның қасында тұратын басқамен. Осындайда ел билігі бір шара қабылдау керек деп есептемейсіз бе? Шекараны жауып немесе? Енді шекараны жабатындай негіз жоқ. Шынымен де біз бір кеденді одақтамыз. Бірақ енді ішкі құрылымдық, ішкі арнайы қызметтер бар, басқалар бар. Соны сақтану керек деп ойлаймын. Басқа қандай қауіп қатер көріп тұрсыз жалпы осы жалпы ұлттық? Енді шынымен де Ресейдегі жағдай тым ушығып кететін болса, онда елдің ыдырауы деген мәселе туындайды. Бір мысал үшін Апербақанның орнына ГЕС немесе 10 Апербақан келуі. Ал бұл Апербақандардың қолында ядролық қару болатын болса, олардың бәрінде популистік басқа негізде болатын болса, және олар өзінің экономикалық мәселелерін шешу үшін үлкенді кішілі соғыстарды мысалы үшін жасап кететін болса, Қазақстанға жақсылық әкелмейді. Миллиондаған босқын деген сөз, басқа деген сөз бүгінгі күніміз айналайын болып қалды. Енді басқа мысалы Армения егер ОДКБ әскерін шақырса, Қазақстан белгілі бір дәрежеде бір бейтарап саясат ұстана алады секілді. Ал егер Ресей секілді үлкен мемлекет шақырса, Қазақстан бас тарта алмай қалмай ма ертең? ОДКБ деген уақытша кезінде соның арқасында Қазақстан біраз өзінің мәселесін шешіп алды. Шекараларды бекіту, басқа деген сияқты. Бірақ шын мәнінде ОДКБ ол құндылықтарға негізделген ұйым емес. Мүмкін кеше ШОС-тың саммиті болып жатыр Самарқанда. Тәжік пен Қырғыздың президенттері қатар шай ішіп отыр. Бірақ арасында екі елдің армиясы мен шекарашылар соғысып жатыр. Немесе кеше Арменияда қайта митингілер өтіп жатыр. ОДКБ деген бізге ешқашан көмектеспейді екен, одан да ұшырайық деген, Америкаға табынайық, басқа дегенде. Яғни ішінде құндылық жоқ. НАТО кезінде мысалы үшін бір құрылған себебі Совет одағына төтеп беру болатын болса, екіншіден бір-біріне шамалас құндылықтар жақын елдер бар. Ал осы ОДКБ-ға мүше 6 елдің 6 бөлек мүддесі бар, 6 бөлек мақсаты бар. Сондықтан мен ойлап отырмын, ТМД деген ұйым болды ғой. 1100 ба қаулы, келісім шарт басқасын жасады. Қазір оны ешкім орындап та жатқан жоқ. Кейбір елдер үшін тиімді болса қолдайды, тиімді болмаса шығып кете береді. Сол сияқты ОДКБ-да өзінің күшін бірте-бірте әсер етіп, оның қасында менің ойымша ШОС пен СВМ-да деген ұйымдардың болашағы әлдеқайда ықпалды және белсенді болуы ықтимал. Жақсы.
вопрос такой комплексный. Дело в том, что две составляющие. Первая – это, собственно, мобилизация граждан. Она идет там частичная, то есть не полностью, а коснется, как они сейчас заявляют, около 1%. В любом случае это мобилизация с мобилизацией. То есть трудоспособное население будет сейчас у них выбывать. Первое. Второй момент. Мобилизация еще означает и перестройку работы экономики. То есть сейчас будет запущена полный ВПК, военно-промышленный комплекс. Будут в том числе, возможно, некоторые предприятия, которые выпускают гражданскую продукцию, возможно, перейдут тоже на эти рельсы. Для Казахстана тут в части экономической, наверное, все-таки не такие большие издержки, а может быть даже, может наоборот, расширение поля для своей продукции, поскольку сейчас в России сокращение, выпуска гражданской продукции, он будет сокращаться за счет того, что мощности будут переходить на продукцию, предназначенную для боевого назначения. Вот. С точки зрения мобилизации, у нас, я не думаю, что в Казахстане много граждан России, которые подлежат мобилизации. Вот. А если такие есть, не такое большое горе, для нас это не проблема. Но тут есть другой риск, он геополитический, поскольку мы находимся в ВДКБ. И сейчас Россия объявит, в случае объявления территорий, оккупированных территорий, вот эти ДНР, ЛНР объявят их частью России, то тогда, если Россия их признает своей частью, то возникает вопрос обязательств. Но я думаю, что мы здесь должны занимать позицию более взвешенную, поскольку, как президент Токаев сказал на Санкт-Петербургском экономическом форуме, Казахстан не признает эти квазигосударственные образования. И даже их включение в состав России, оно будет вызывать массу правовых вопросов с точки зрения международного права. Президент сослался именно на международное право. Более того, вчерашнее выступление президента Токаева на Генеральной сессии ООН, в которой он особо подчеркнул признание нерушимыми существующих границ, гарантии территориальной целостности, вот такая позиция президента дает для Казахстана основания не ввязываться в эту войну. А получится у нас? Отказать, например? Я думаю, да. Вопрос, знаете, тут в чем? Получится или не получится, это зависит от политической воли руководства государства. У нас президентская система, если была парламентская, наверное, здесь было бы больше бы зависело от позиций парламентской партии. Я могу сейчас, как говорить, от фракции «Ак Жол», что однозначно мы против втягивания Казахстана в эту войну. Смотрите, первое, во-первых, он важный, но он все-таки не главный наш торговый партнер. Просто по отдельным, если так по простому счету, у нас примерно весь внешнеторговый оборот можем мы все-таки разделить между Европой 1/3, так примерно, грубо, да, 1/3 у России, 1/3 у Китая. И там еще остальные страны как-то все это делится. Просто по отдельным товарам, конечно, чувствительно для нас. Нам бы не хотелось, да, чтобы там у нас какие-то отдельные виды товаров исчезли или резко поднялись в цене, а то, что диспаритет есть, мы привыкли тенге к рублю 5,76, да, сейчас он за 7, конечно, это сказывается на ценах. Именно вот этот диспаритет в валюте. Если, конечно, но видите, они же сейчас фактически от мировой валютной системы отгородились, по идее они могут доллар могут сделать и 5 рублей. Вот, просто нам это будет еще тяжелее. Но они этого делать не будут, потому что они сами бьются над тем, как бы рубль ослабить. Потому что все равно они же продолжают, у них экспортная выручка идет, и им надо, чтобы денежная масса в рублях была побольше, потому что им же бюджет-то надо наполнять. Это так же, как и у нас, так же, как у них. Поэтому, видите, впрямую здесь очень вся надежда. Вот сейчас глава государства находится в Нью-Йорке, я вижу по встречам, что в том числе мы остаемся, мы не присоединились к санкциям, мы не присоединились. В то же время мы делаем все, чтобы на нас не отразились вторичные санкции. Вот что самое главное. Да? Будем надеяться, что я не готов давать внешнеполитически, это прерогатива администрации президента и МИДа.
Өздеріңіз естіп білгендей, депутаттар әртүрлі пікір айтып жатыр, әрине. Ешкімде анандай бір оптимистік көзқарас жоқ. Бәрі былайша айтқанда айылымыз жиып, байқап отыруымыз керек деген пікір айтады. Ең бастысы елімізде соғыс болмасын, заман бейбіт болсын. Міне балалар ойнап жүр ғой, дәл осылай міне мысалы. Бала күліп, ата-аналар, әкелер мен шешелер баласын соғысқа аттандырмайтындай заман болсын деп тілейміз. Осы амандықта жүздескенше.